қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» атты шығармасын ұсынамыз. Ғасырдан да ұзақ күн Шыңғыс Айтматовтың алғашқы романы. Роман түлкінің темір жол бойындағы тіршілігін сипаттаудан басталады. Ұлан-ғайыр сарыөзектің боранды разъезінде 40 жылдан астам уақыт еңбек еткен Қазанғаптың өлімінен роман толықтай өрбиді. Сол кісінің өлер алдындағы аманаты өзін ана бейітке жерлеу еді. Романда тіршілігі қызу қайнап жатқан әлдебір бірнеше кеңістіктер суреттеледі. Боранды бекет, сарыөзек, ел, мифологиялық кеңістік және жер планетасы мен оның төңірегіндегі ғарыш. Осы кеңістіктердің тоғысында жазушы қаламына бас кейіпкер Боранды едігенің образы туады. Сол едіге түрлі кедергілерге қарамай досының ақырғы аманатын орындауға таң атпай сапар шегеді. Жол бойы Борандының едігесі үлкен сынақтардан өтеді. Ол өзінің бар өмірін өткеніне еске алып баға беруге болады. Едігенің өткені оқырманның қызығушылығын оятатындай қызықты да шынайы. Едіге дүниежүзілік соғыстың жан шарпына сұрапыл отын кешіп, туылғаннан көрмей жатып ұлынан айырылады. Барарға жер, басар тауы қалмаған шақта Қазанғапты кездестіреді. Қазанғаппен иық тіресе отырып, сұрапыл соғыстан кейінгі жылдардың жоқшылығын көрді. Едігенің әйелі, үкілі баланың тапқырлығы көрермендегі қоғамда әлде қайда бірнеше рет жазылған. Боранды бекеттегі тағдыры қиын бұл кейіпкер Әбутәліп. Болгарияда тұтқында болған Әбутәліп, Құттыбаевтың соғыстан кейін шет елде тұтқында болған деген қате түсініктің әсерінен жұмысқа орналаса алмай, шөл даладағы сарыөзекке келеді. Бұл туынды ерекше әсер қалдыратын мифологиялық әлем. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.